Сәлеметсіздер ме оқушылар? 9 сыныпқа арналған 4 тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. БЖБ тапсырмасы мәңгілік ел, мәңгілік мұрат бөлім бойынша біз өткен Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы, Қажығали Мұхаметқалиевтің Тар кезең романын өткен болатынбыз. Балалар, менің каналыма жазылып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге мен келесіде екінші БЖБ, ары қарай ТЖБ тапсырмаларында жариялап тұратын боламын. Ал енді балалар, бірінші тапсырма Қажығали Мұхаметқалиевтің Тар кезең романындағы кейіпкерлер бейнесін анықтаңыз. Мұнда кестеден қызылмен ерекшеленген жауаптарды жазып алып отырыңыздар. Бірінші кейіпкер Сырымдатұлы. Оның шығармадағы бейнесі батыр, отарлаушылардың озбыр саясатына қолына қару ұстап қарсы шыққан ержүрек, тапқыр, ұлттық қаһарман бейнесінде танылады. Енді эпизодтан мысал. Қазақ-орыстар пәлен ауылды шауып кеткен екен десе, Сырым барып олардың күтірлерін шапты. Қазақ-орыстарға қарсы атқа мінді. Келесі кейіпкер Нұралы Хандалдық. Сырымды өз игілігіне пайдаланғысы келген, елді билеп, үстемдікті ойлаған хан ретінде танылады. Эпизодтан мысал. Орынбордағы үлкен ұлықтарынан да бұл жақтағы хандар Нұралыдан да қайыр көрмей әбден түңілген. Міне қызылмен ерекшеленіп жазылған БЖБ тапсырмасының бірінші сұрағы бойынша жауабы осы. Келесі екінші тапсырма. Берілген сұрақ. Қазақ-орыстар деп жырланған ақынның ойын өлең шумақтарымен немесе қара сөзбен жалғастырып жазыңыз. Автор стиліне сүйеніңіз. Мұндай қызылмен ерекшеленген жауапты жазып алып отырыңыздар. Ал жауап: Қазақ-орыстар отаршылық саясатын ашықтан-ашық көрсетуі, ел тағдыры үшін жауапкершілікті мойнына алған билер мен батырлар, ел ағаларының азаттық үшін күресі. Сырым бейғам жатқан қазақ ауылдарын шауып, кезекті тонауға келген казак-орыс атаман Чагановтың отрядымен шайқасып, оны ойсырата жеңеді. Атаманның өзін тұтқындап, Хиуаға құлдыққа сатып жібереді. Бұл патша әкімшілігіне үлкен соққы еді. Соған орай Орал қаласындағы патша әскері түгел аттан осы жылдың күзінде Сырымды қолға түсіреді. Бірақ оны Нұралы хан қыруар мал беріп, бірер айдан кейін босатып алады. Балалар, бірінші БЖБ-ға берілген екі тапсырманың жауабы осы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.